Ассалаумағалейкум. Қазақстанда құпия мен жұмбаққа толы. Заманауи ғылым түсіндіре алмайтын аңыз әпсаналарда айтылатын жерлер көп. Көлдер, емдік тастар, даладағы жұмбақ суреттер. Барлығын елімізден кездестіресіз. Осы орындардың тізімін бірге шолып шықсақ. Семей ядролық полигоны. Семей полигонының аумағында қорғалған объект орналасқан. Мұндай объектілер әлемде төртеу ғана. Бұл аумақта кезінде жабық болған Курчатов қаласы бар. 1949-1989 жылдар аралығында 468 ядролық сынақ жасалған. Сол сынақтар кезінде 616 ядролық және термоядролық құрылғылар, соның ішінде 125-і атмосферада, 343-і жер астында жарылған. 1949-1963 жылдар аралығында Семей полигонында жарылған ядролық зарядтардың барлық қуаты Хиросимаға тасталған атом бомбасының қуатынан 2500 есеге артық. Дәл осы жарылыстар Шығыс Қазақстанның ядролық ластануына үлкен әсер етті. Барса келмес. Барсаң келмейтін арал өткен ғасырдың аяғына дейін арал қалпын сақтап тұрды. Ал қазір Арал теңізінің тартылуы салдарынан барса келмес құрлықтың ажырамас бөлігіне айналды. Бұл жер ежелден адамдардың жоғалуымен және түсініксіз жануарлардың көрінуімен танылғанмыз. Көп аңыздарға әртүрлі уақыт аномалияларда себеп болған. Жергілікті тұрғындардың айтуынша өткен ғасырларда катергілік қашқындар аралда бірнеше жыл ғана болып, үйлеріне оралса, ондаған жылдардың өтіп кеткенін байқаған. Осындай уақыт тұзақтарына заманауи экспедиция өкілдері де тап болған. Аралдың жағасында балық аулаған балықшылар да із-түссіз жоғалған көрінеді. Жергілікті тұрғындар балықшылардың жоғалуын ұшатын кесірткемен байланыстырады. Ғалымдардың да бұл жөнінде өз пікірі бар. Олардың ойынша балықшылардың көбі дауыл кезінде көз жұмып, тірі қалғандарын улы жыландар мен улы жәндіктер өлтірген. Возрождение аралы. Сталкерлерді өзіне қызықтыратын Қазақстандағы жерлердің бірі Возрождение аралы. Ол Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында орналасқан. Аралды 1942 жылы әскерилер иемденді. Бұл жерде мектебі, ауруханасы, көп қабатты үйлері бар. Арал 7 әскери қалашығы орын тепкен. Бархан полигонында бактериологиялық қару сыналды. Бруцеллез бен туберкулез қоздырғыштары иттерге, мысықтарға, маймылдарға, егеуқұйрықтарға сыналған. 1995 жылы ақш ғалымдары біраз зираттарды зерттеп, қоздырғыштардың кейбіреуінің әлі күнге тірі екенін анықтаған. Өлі көл. Ұзындығы 100 метрлік, ені 60 метрлік бұл кішігірім су қоймасы Алматы облысының Сапақ ауылы маңында орналасқан. Күн қанша ыстық болса да көлдің суы тартылмайды. Ал шілденің шіліңгір ыстығында да суы мұздай сұп-суық. Көлде балдыр да өспейді. Не балығы жоқ, не су асты жәндіктері де жоқ. Тіпті көл жағасында шыбын-шіркей де жоқ. Көлдің өлі көл атануына тағы бір себеп, жыл сайын көлде көп адамдар тұншығып өледі. Айта кетерлігі, суға батқандар бірнеше күннен кейін қалқып шығудың орнына көлдің түбінде түп-түзу қалпында тұрып қалады. Үстірт. Бұл 200 мың шаршы шақырымдық шоқы Қазақстан мен Өзбекстан өлкелеріндегі Маңғыстау және Қарабұғаз көл, Арал теңізі мен Әмудария аралығында орналасқан. Қазіргі уақытқа дейін бұл орын планетадағы ең зерттелмеген жерлердің бірі саналады. Өйткені шоқыға бірнеше жерден көтерілуге болады. Оның аумағында не өзен жоқ, не көл жоқ, тек шөл дала ғана. Шоқының ең басты құпиясына үстірт жебелері жатады. Үстірт жебелері құпиялық жағынан Наскал қабындағы суреттерден еш кем емес. Олар биіктігі 80 сантиметрлік тастарға салынған. Әрбір жебенің ұзындығы 800-900 метр, ал ені 400-600 метр. Олардың бәрі солтүстік шығысқа бағытталып тұр. Жебе алып болғандықтан жай адамның оны байқауы қиын. Бұл суреттер тек 1986 жыл ғана аэротүсірілім арқылы анықталды. Ақыртас. 8-9 ғасырда салынып, Жамбыл облысында орналасқан Ақыртас бүгінде қирандылардан тұрады. Кешен әрбіреуі 10 тоннадан тұратын күңгірт қызыл блоктардан салынған. Тіпті қазіргі күннің өзінде кешеннің құрылымы өте күрделі. Сондықтан ежелгі құрылысшылардың оны қалай тұрғызғаны түсініксіз. Бір теорияларға сүйенсек,
кешенді салуға өзге ғаламшарлықтар атсалысқан. Жергілікті тұрғындар да бұл жерден ұшатын табақшаны көргенін айтады. Алайда теорияны дәлелдейтін немесе жоққа шығаратын мәліметтер табылмады. Білетініміз, сарай кешені өз аумағында болған адамдарға ерекше әсер етеді. Мысалға, біреулер ақыртастың тасын ұстағанда қол-аяғы қызып, жайсыздық пен шаршаңқылықтан айырылады. Ал енді біреулердің басы айналып, жүрегі айнып, аяқ астындағы жер дірілдегендей көрініп сандырақтай бастайды. Жергілікті тұрғындар мұны жоғарғы күштердің әсері десе, ал ғалымдар кешен тұрғызылған жердің астындағы процестер адамдарға әсер етеді дейді.